Алайда сендер бір-біріңе өлтіресіңдер. Араларындағы бір топ қауымды атамекенінен қуып шығасыңдар. Онымен қоймай, оларға жамандық һәм дұшпандық жасап, оларға қарсы бір-біріне болысасыңдар. Егер олар тұтқын болып келсе, Тәуратқа сүйеніп, құнын төлеп босатып аласыңдар. Алайда сол Тәуратта әу баста оларды қуып шығу сендерге харам етілген еді. Сонда сендер кітаптың, Тәураттың бір парасына иман келтіріп, енді бір парасын жоққа шығарасыңдар ма? Араларынан олай істегендердің бұл дүниеде көретіні тек қана қорлық. Ал қиямет күні ең ауыр азапқа салынады. Алла не істеп, не қойып жүргендерінен бейхабар емес. Міне, бұлар ақыретті, яғни о дүниенің мәңгілік бақытын, дүниенің қу тіршілігіне айырбастағандар. Сондықтан да олардың азабы әсте жеңілдетілмейді, әрі оларға ешқандай жәрдем де берілмейді. Біз Мұсаға кітап бердік, және одан кейін де пайғамбарларды бірінен соң бірін жіберіп отырдық. Мариям ұлы Исаға да пайғамбарлығын дәлелдейтін ап-айқын мұғжизалар бердік. Һәм оны қасиетті рухпен, Жебірейілмен демеп-желеп жібердік. Сонда сендерге көңілдеріңе жақпайтын нәрселермен пайғамбар келген сайын тәкаппарланып, біреулерін өтірікші деп, енді біреулерін өлтіресіңдер ме? Яһудилер Әзірет Мұхаммедтің айтқандарын келемеждеп, жүрегіміз жабық деді. Негізі олай емес. Алла оларды күпірліктері үшін рақымынан алыстатады. Олардың шала иман келтіретіні де содан. Оларға Алладан қолдарындағы Тәуратты растайтын кітап келді. Бұдан бұрын олар кәпірлерді жеңу үшін Алладан медет тілегенде Тәуратта айтылған ақырғы пайғамбарлардың құрметіне бізге медет бере көр деп дұға ететін. Ал енді өздері 5 саусағындай білетін сол пайғамбар келгенде оны мойындамай күпірлік қылды. Оларға Алланың лағнеті жаусын. Бұлар өздерін қандай жаман нәрсеге сатып пида қылды. Алланың құлдарынан қалағанына өз рақымымен пайғамбарлық міндетін жүктеп кітап түсірген көре алмай, Алланың түсіргеніне қарсы келіп, қаһар үстіне қаһарға ұшырады. Кәпірлер үшін оларды қор қылатын азап бар. Оларға Алла түсірген Құранға иман келтіріңдер делінсе, олар біз тек өзімізге түсірілген Тәуратқа ғана иман келтіреміз деп айтады. Сөйтіп Құран хақ кітап болса да, һәм қолдарындағы Тәуратты растаса да, өздеріне түскен кітаптан басқаның бәрін біліп тұрып жоққа шығарады. Ендеше оларға егер шынайы мүмін болсаңдар, яғни қолдарындағы Тәуратқа шынымен сенсеңдер, бұған дейін Алланың пайғамбарларын неге өлтіретін едіңдер деп айт. Ей Исраил ұрпақтары, расында Мұса сендерге пайғамбарлығын дәлелдейтін айдан анық мұғжизалармен келді. Алайда Мұса Тур тауына кеткеннен кейін сендер азғындыққа салынып, қолдан жасалған бұзауға табынып кеттіңдер. Ей Исраил ұрпақтары, бір кездері Тур тауын төбелеріне төндіріп тұрып, өздеріне берген кітабымызды мықтап ұстаныңдар, және оны жақсылап тыңдаңдар деп Тәуратпен амал еткен тіктерін жайлы сендерден, яғни ата-бабаларынан уәде алған едік. Алайда олар естідік, бірақ бойсынудан бас тартамыз, деді. Сөйтіп күпірлікке бой алдырғандықтан бұзауға табынушылық олардың жүрегін жаулап алды. Уа Мұхаммед, оларға, егер сендер иманды болсаңдар, онда сол имандарын сендерге қандай жаман істі бұйыруда деп айт. Сондай-ақ оларға, егер ақыреттегі Алланың жұмағы басқа адамдарға емес, тек өздеріне ғана тән болса, һәм сол айтқан сөздерін рас болса, онда соған тезірек жету үшін өздеріне өлім тілеңдерші деп айт. Алайда олар өз қолдарымен істеген күнәлары тұрғанда Алламен қауышуды қаламайды, сондықтан да өздеріне әсте өлім тілемейді. Алла күнәға белшесінен батқан ондай залымдарды өте жақсы біледі. Олардың күллі адамзат ішіндегі осы жалған өмірге ең құштар жандар екенін көресің. Тіпті олар өмірге деген құштарлықты мүшриктерден де асып түседі.
Олардың әрқайсысы кем дегенде 1000 жыл өмір сүруді қалайды. Алайда ұзақ өмір сүру бәрібір оны азаптан құтқарып қала алмайды. Алла олардың не істеп не қойып жүргенін көруде. Оларға айт, кімде-кім Жәбірейіл періштеге дұшпан болса, біліп қойсын. Бұл Құранды бұрынғы иләһи кітаптарды растаушы және мүміндерді тура жолға бастаушы һәм сүйеленуші етіп, Алланың қалауымен сенің жүрегіңе сол түсірді. Кімде-кім Алланы, періштелерін, елшілерін, соның ішінде Жәбірейіл мен Микаилді өзіне дұшпан санаса, біліп қойсын. Шүбәсіз Алла да кәпірлердің дұшпаны. Уа Мұхаммед, біз саған анық аяттар түсірдік. Ол аяттарды Аллаға қарсы келіп, асы болған күнәһарлар ғана жоққа шығарады. Сонда келісім жасасқан сайын, әлгі азғындардың бір тобы келісімді бұзып, кері лақтырып тастай ма? Я, олар үнемі солай істейді, һәм олардың бір тобы ғана емес. Көпшілігі уәдеде тұру дегенді білмейді, иман да келтірмейді. Оларға Алланың құзырынан қолдарындағы Тәуретті растаушы пайғамбар келгенде, кітап иелерінің бір тобы кітаптың Алла тарапынан түсірілгенін, әрі оны жеткізуші пайғамбардың өздері күтіп жүрген ақырғы елші екенін білмейтіндей сынай танытып, Алланың кітабын кері лақтырып тастады. Олар Сүлейменнің патшалығына қарсы шыққан шайтандардың, Сүлеймен пайғамбардың жын шайтандарды, құстарды көптеген істерде қолдануын сиқырға балаған, сөзіне ерді. Негізі сиқырдың үлкен күнә екенін білетін, Сүлеймен сиқырмен айналысып күпірлік еткен жоқ. Керісінше, шайтандар күпірлік қылды. Өйткені олар адамдарға сиқыршылықты және Бабылдағы Харут пен Мәрут атты екі періштелерге түсірілгендерді, яғни тылсым ілімді үйрететін еді. Ал екеуі біз тек сынақ ретінде жіберілдік. Ендеше бұл тылсым ілімді теріс пиғылмен қолданып, кәпір болып кетпе деп ескертпейінше ешкімге тылсым ілімді үйретпейтін. Алайда шайтандарға ергендер екі періштеден ерлі-зайыптыларды бір-бірінен айырып, ажырататын нәрселерді үйрететін еді. Ақиқатында олар Алланың қалауынсыз сиқыр арқылы бірде-бір жанға зиян келтіре алмайды. Сөйтіп олар өздеріне пайда бермейтін, керісінше зиян келтіретін нәрселерді үйренумен болды. Олар сиқырда Алланың кітабына айырбастап алғандарын ақыретте Алланың мейірімінен нәсіпсіз болатын жақсы білетін, олар өздерінің қандай жаман нәрсеге сатып жібергенін білсе ғой. Егер олар тиісінше иман келтіріп, Аллаға шын жүректен тағзым етіп, сиқыр сынды харам нәрселерден бойларын аулақ ұстағанда ғой, әлі де болса солай істесе ғой, онда Алланың оларға берер сауабы бәрінен де хайырлы болар еді. Әттен, олар соны білсе ғой. Уа иман келтіргендер, Алла елшісімен тілдескенде бір қатар арам пиғыл, яһудилер сияқты бізге де көңіл бөлесің бе? Және ей біздің бақташы, бізге бас көз бол деген мағынаға саятын рағина деген екі ұшты сөзді айтпаңдар. Оның орнына унзурна, яғни өтінеміз, бізге назар салыңыз деп айтыңдар. Сондай айтқанына құлақ асып, оған толық мойынсұныңдар. Біліп қойыңдар, Алла елшісіне сенбейтін, мойынсұнбайтын һәм лайықты құрмет көрсетпейтін кәпірлер үшін жан төзгісіз азап бар. Күпірлік қылған кітап иелері де, мүшриктер де сендерге Раббыларынан қандай да бір жақсылық түскенін қаламайды. Алайда олар қанша жерден қаламаса да, Алла қалаған құлын рақыммен таңдаулы қылады һәм оған маңызды міндет жүктейді, яғни пайғамбарлық міндет жүктейді, немесе дін жолына қызмет етуді нәсіп етеді. Алла зор игілік, шексіз шарапат иесі.